Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте оңай жасалатын 15 минуттық уақыттарыңызды алатын трюфель печеньесінің рецебін ұсынбақпын. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл печеньені жасау үшін елеуіштен өткізілген ұнымыздың үстіне комнаталы температурада тұрған сары майымызды салып, үстіне ванилинді салып, қолымызбен езгілеп бір қалыпты қамыр жасап аламыз. Сары майымыз міндетті түрде комнаталы температурада болу керек. Онымен майымызды илеген кезде қамырымыз біркелкі, жаңағы орысша айтқанда эластичный болу керек. Одан кейін оны пакетімізге салып, тоңазытқышқа 10 минутқа салып қойсаңыздар болады. Міне қамырымыз дайын болды. Тура осындай қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. Енді пышақтың көмегімен осылай жайып, видеода көрсетілгендей қолымызбен жайып аламыз да трюфельдің формасын келтіреміз. Видеода көрсетілгендей барлық трюфель печеньеларымызды жасап шығамыз да пергамент қағазының үстіне төсеп шығамыз. Осымен трюфельдердің барлығын жасап болғаннан кейін қызып тұрған духовкамызға 180 градусқа кішкене сарғайтып қызарғанша пісіріп аламыз. Енді трюфельдерімізді ыстықтай аунатқанға бізге 200 грамм қант ұнтағы мен 4-5 ас қасық какаоны қосып, араластырып дайындап қоямыз. Осылай қызартып піскен трюфельдерімізді 4-5-6 данадан осындай шұңғыл ыдысқа жаңағы дайындап қойған ұнтағымызға аунатып аламыз. Асықпай осылай аунатып аласыздар. Қасықтың немесе қолдың көмегімен аунатсаңыздар болады. Міне видеода көрсетілгендей трюфельдерімізді жасап шығамыз. Осылай барлық печеньеларымызды дайындап алып, ыдыстарымызға орналастырып, дайындап қоямыз. Осымен трюфель печеньеміз дайын болды. 15 минуттық уақыттарыңызды алады. Жасап көріңіздер. Егер видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.